Сәлеметсіздер, құрметті студенттер. Бұл пәннің аты мемлекеттік сектордағы экономика. Келесі дәрісімізге көшеміз. Дәрісіміздің аты жобалау мен жоспарлаудың мәні, әдістері мен түрлері. Нарықтық қатынасты дамыған шетелдерге әлеуметтік экономикалық процестер, үрдістер барысында әкімшілік басқару тұрғысындағы директивтік міндетті жоспарлар қолданылмайды. Олар мемлекеттік экономикалық реттеу негізінде демократиялық тәсілмен әртүрлі индикативтік ұсынымдық стратегиялық жоспарлау құру арқылы жүзеге асырылады. Осындай болжамдар мен жоспарларда мемлекет пен жеке меншік кәсіпкерлер арасындағы экономикалық қатынастар өзара байланысты, өз мүдделерін жүзеге асыру бейімделеді. Оның бірден бірі себебі нарықтық экономика жағдайында жеке меншік негіздегі кәсіпорындар көптеген қоғамдық мәселелерді шеше алмайды. Сондықтан инфрақұрылымды дамыту, өнеркәсіп салаларын жаңарту және қайта құру, халық шаруашылығын қажетті арзан шикізат және электр энергиясын қамтамасыз ету, ұлттық деңгейдегі ғылыми техникалық эксперименттің және конструкциялық тәжірибе зерттеу жұмыстарын жүргізу, тағы басқа да мәселелерді шешуді мемлекет өз мойнына алу керек. Бұл бағыт әсіресе өткен ғасырдың 10 жылдарындағы ұлы тоқырауындағы кейін экономиканы қалпына келтіру және нарықтық қатынастарын дамыту үшін қажет болды. Капиталистік елдер дағдарыстың шығуының бірден бірі жолы ретінде экономиканы реттеуші құрал негізінде ұлттық жоспарлар мен бағдарламалар, салықтық және банктік тағы да басқа қосымша тұлғаларын қолдануға мәжбүр болды. Оның негізгі бір себебі нарықтық экономикада әрбір кәсіпорын, фирма, кәсіпкер өз пайдасын көздеп жұмыс істейді. Ал жалпы халық шаруашылығының дамуы, өндіріс және әлеуметтік инфрақұрылымдар, ғылыми зерттеу және тәжірибелік жұмыстар, халықтың әлеуметтік жағдайлары мемлекеттік тұрғысынан қамқорлық алуды қажет етеді. Осыған байланысты елдің жағдайы мен болашағын ойлаған мемлекет әлеуметтік экономикалық дамуын қадағалап отырады және оның басым бағыттарын анықтайды. Индикативтік мемлекеттік жоспарлар бірнеше басты тұғырларды қамтиды. Әр негізінен ұсымдық сипатына. Оның негізгі мазмұны қоғамдық әлеуметтік тепе-теңдік қамтамасыз ету, жұмыссыздық пен инфляция деңгейін, жалақының өсу қарқынын реттеу, мамандардың кәсіби деңгейді көтеру, сұраныс пен ұсынысын өзара сәйкестігіне қол жеткізу, жоғары және сапалы өндіріс технологиясын қамтамасыз ету, ұлттық экономикада жекелеген басымдықтарды анықтау мәселелерді қамтиды. Бұл жоспардың орындалуы үшін мемлекет оны жүзеге асыруға қатысушыларға тікелей мемлекеттік тапсырыстар, сонымен қатар тиісті салықтық және несиелік жеңілдіктер береді. Жоспарлар сонымен бірге аймақтардың шаруашылық процестерді реттеу үшін де пайдаланады. Ол жергілікті өзін-өзі қаржыландыратын аймақтардың материалдық және қаржылық дамуын қамтитын органдармен шарт жасауда бағдарлық қызмет атқарады. Бұған орталық бюджеттің бөлінетін жәрдемақы мен дотация, көмек ретінде де кіреді. Ұлттық экономиканың дүниежүзілік шаруашылық топтастығының ұлғаюына байланысты дамушы елдердің көпшілігі стратегиялық жоспар жасауға кірісті. Ол арқылы ұлттық валютаны нығайту, білім деңгейін көтеру, аймақта абаттандыру, тұрғындарды әлеуметтік қорғау мәселелерін шешіледі. Өзекті мәселелердің бірі жоспарлау процесінде жоғарыдан төмен немесе төменнен жоғары деп аталатын тәсілдері дұрыс қолдануы. Төменнен жоғары тәсілі бойынша жоспарланған ұсақталған деңгейде бөліктердің микроэкономикалық тұтастығын дейін жүреді. Ал ол үшін ең әуелі жергілікті және аймақтық өткізу бөлімдері әрбір және тұтыну аудандары бойынша сұраныс болжамдары жасайды. Олар жиынтық арқылы қажет ресурстардың мөлшері анықталып, жалпы болжам жасалады. Осымен осы дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңыз үшін көптен рахмет. Сәлеметсіздер, құрметті студенттер. Пәннің аты мемлекеттік сектордағы экономика. Келесі дәрісімізге көшеміз. Дәрісіміздің аты еңбек ресурстары мен халықтың жұмыс бастылығын болжау мен жоспарлау. Қазіргі таңда бәсекелесетін басымдылық қол жеткізуге экономикалық өсудің сапалық көрсеткіштерін қамтамасыз етудің еңбек ресурстары маңызды рөл атқарады. Экономиканың болашақта дамуында нақты осы ресурстарға байланысты болады.
Сондықтан ел экономикасының еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуін, олардың қалыптасу көздерін қарастыру өзекті мәселе. Еңбек ресурстарының негізгі қалыптасу көзі халық. Жалпыға бірдей еңбек ету міндеттемен орнына пайдалы, қоғамдық ерікті еңбекке шақырулар, еңбек етуге қабілеті бар азаматтардың еңбек ету міндеттемелері жұмыссыздықты қарастырылуда. Экономикалық белсенділік деңгейі экономикалық белсенді тұлғалардың санына пайыздың қатынасынан анықталады. Әлеуметтік қорғау қатарына еңбекке жарамсыз мүгедектер, жалғыз баспаналы жатады. Жергілікті үкімет жұмысқа орналастыру шарттарын белгілеп, заң жүзімен орналастыруды бақылауға алады. Жұмыс істеу барысында байланысты бөлу халықаралық жіктеу стандарты бойынша жүргізіледі. Жалпы жұмыс істейтін қауым үлкен екі топқа бөлінеді: жалданушы жұмысшылар және жалданбайтын жұмысшылар. Жалданушы жұмыскерлер саны ең көп. Олар жалдау келісім шартты, ұжымдық келісім шартты бірлесіп қызмет істейтін жұмыскерлер. Әскери және діни қызметкерлер жалданбалы жұмыскерлер жатады. Жалданбайтын жұмыскерлер өз кәсіпорындары бар, өндірістік шешімдерді өзі қабылдайтын, өндірістік өркендеуін жауапты адамдар. Экономикалық көп уақытта өркендеуге өту жұмыс күші қозғалысының көтерілуіне себеп болады. Қазақстанда өтпелі кезең жұмыспен қамтылған тұрғындардың орын ауыстыруына үлкен әсерін тигізеді. Жекеменшіктің әртүрлі мен экономикалық секторлар арасында, кәсіпорындар мен өндірістер арасында, әртүрлі жұмыс орындары арасында, аймақ, облыс, аудан арасында. Еңбек рыногының өркендеуіне жұмыс күшінің қозғалысы әсер етеді. Сондықтан статистикалық ақпаратты әр уақытта дер кезінде алып тұру қажет. Бұл процесс өндірістің төмендеуі, тұрғындардың қаржыландыру мәселелеріне қиыншылыққа қарамастан объективті қажеттілік. Сонымен қатар жұмыс күші қозғалысы техникалық прогрестің дамуына, кіші өндірістің бірігуіне, жаңа кәсіпорындардың ашылуына, экономика құрылымының өзгеруіне себеп болады. Халықаралық еңбек ұйымының анықтамасы бойынша жұмыс күші қозғалысының негізгі белгілері: жұмысшы қауымның жұмысының босатылуы, жұмыс іздеген жұмыссыз тұлғалар, оқуға, кезекті демалысқа, денсаулыққа байланысты мүгедек себебімен жұмыстан кетушілер. Еңбек рыногының алғашқы келгендері, кәсіби білім алғандар, баланы күтуге берілетін демалыстан қайтқандар, қосымша табыстары керек ететін зейнеткерлер. Осы тағы да басқалардың бәрі біздің заң жүзімізде жазылып және қолданысқа әсерін тигізіп отыр. Осымен дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.